Сәлеметсіңдер ме? 8-ші сынып оқушылары. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңдер. Балалар, тақтаға қараңдаршы. Мына суреттер қандай ой тудырады? Иә, дұрыс, бұл кәсіп. Әр мамандықтың өз кәсібі болады. Демек, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы кәсіп бақыттың шырағы. Сабақтың мақсаты. Балалар, бүгінгі сабағымызда сендер еңбек тақырыбына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсінесіңдер. Етістіктің бұйрық рай қызметін біліп, бұйрық райда тұрған сөздерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолданасыңдар. Балалар, бүгін тақырыбымызға қатысты жаңа сөздермен танысайық. Сөздерді және сөз тіркестерін менімен бірге қайталаңдар. Егіншілік. Егіншілік кәсібі. Шаруа. Ауыл шаруашылығы үлкен. Мал шаруашылығы. Мал шаруашылығымен айналысады. Бау-бақша. Ауылдағы бау-бақша. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, ашық микрофон әдісін қолдана отырып, мына сұраққа жауап беріңдер. Кәсіп деген не? Мал шаруашылығымен кімдер айналысады? Ауыл шаруашылығына қатысты қандай кәсіп иелерін білесіңдер? Қанеке балалар, сендердің жауаптарыңды сәйкестендіріп қарайық. Кәсіп дегеніміз белгілі бір білім мен машықтарды талап ететін еңбек қызметінің түрі. Мал шаруашылығымен малшы айналысады. Ауыл шаруашылығына қатысты кәсіп иелері егінші, агроном, бақташы, диқаншы. Балалар, жарайсыңдар. Сендердің жауаптарың тақтадағы жауаптармен сәйкестенді деп ойлаймын. Ал енді балалар, тапсырмаларды орындамас бұрын назарымызды тақтадағы бағалау критерийлері мен дескрипторға аударайық. Бағалау критерийі. Еңбек тақырыбына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну. Дескриптор. Мәтінді тыңдап, жаңа сөздердің мағынасын түсінесіңдер. Күрделі сөздер мен тұрақты тіркестерді қайталайсыңдар. Күрделі сөздерді теріп жазып, тұрақты тіркестерді сәйкестендіресіңдер. Оқушылар, мәтінді мұқият тыңдаңдар. Келесі тапсырмалар осы мәтін негізінде орындайсыңдар. Қазақ халқының негізгі кәсібі мал шаруашылық болған. Қазақ өзінің малын қой, ешкі, жылқы, түйе, сиыр деп 4 түлікке бөлген. Осы 4 түлік малдың әр қайсысын шаруалар барынша өнімді, орынды пайдалана білген. Мал бағудың өзіндік әдістерін, малды күтіп баптаудың тәсілдерін жете меңгерген. Жайылымдары жыл мезгілінің 4 мезгіліне байланысты тиімді пайдаланып, көшіп, қонып отырған. Жайылымдар қыстау, көктеу, жайлау, күздеу деп аталған. Қазақ халқы егіншілікпен де айналысқан. Оңтүстік өңірде ежелгі Сауран, Тараз, Отырар қалаларының маңайында ескі арықтардың ізі сақталған. Егінші қазақтың ертеден өсірген дақылдары тары, күріш, жүгері, арпа, сұлы. Сонымен бірге бау-бақша да еккен. Балалар, мәтінді тыңдадыңдар. Келесі тапсырманы орындамас бұрын күрделі сөздер мен тұрақты тіркестерді еске түсірейік. Сонымен
сөздер құрамы жағынан дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Бір ғана түбірден тұратын негізгі және туынды түбір сөзді дара сөз дейміз. Мысалы, әке, ауыл, қала, мектеп. Екі немесе одан да көп түбірден құралған сөзді күрделі сөз дейміз. Мысалы, әке, шеше, ата, ана, тасбақа, 15. Екі немесе одан да көп сөздердің тіркесуінен жасалып, бір ұғымды білдіретін бейнелі сөздер тұрақты тіркестер тобына жатады. Балалар, тұрақты тіркес тобына жататын сөздерге назар аударыңдар. Қалай ойлайсыңдар? Бес саусақтай білу тіркесінің ұғымы қандай? Иә, жетік меңгеру. Ал ақ саусақ тіркесі ұғымын мағынасын еске түсіріңдер. Өте жақсы балалар. Жалқау деген мағынаны білдіреді. Көзді ашып жұмғанша тіркесін ұғымын қалай түсінесіңдер? Иә, жақсы, тез деген мағынаны білдіреді екен. Маңдай терімен табу тіркесінің ұғымын қалай түсінесіңдер? Иә, дұрыс. Адал еңбекпен табу дегенді білдіреді екен. Көз салу тіркесінің ұғымын қалай түсінесіңдер? Дұрыс. Қарау мағынасын білдіреді. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, мәтінді мұқият тыңдадыңдар. Күрделі сөздер мен тұрақты тіркестерді еске түсірдіңдер. Ал енді теріп алу әдісі бойынша мына сөйлемдерден күрделі сөздерді теріп жазыңдар, айтыңдар. Қазақ халқы егіншілікпен айналысқан. Менің анам өз ісін бес саусақтай біледі. Қазақ халқы мал шаруашылығымен қоса бау-бақша да еккен. Жақсы балалар, енді сендердің жауаптарыңды сәйкестендірейік. Сонымен мәтіндегі күрделі сөздер қазақ халқы, бау-бақша. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Ал енді оқушы еңбек тақырыбына қатысты тұрақты тіркестердің мағынасын анықтап айт. Балалар, тақтаға қараймыз, тексереміз. Сендердің жауаптарың тақтадағы жауаптармен сәйкестенді деп ойлаймын. Бес саусақтай білу, жетік меңгеру. Жүрегінің түбі бар, батыр. Маңдай терімен табу, алдау еңбекпен табу. Көзді ашып жұмғанша тез. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты етістіктің бұйрық райының қызметін білу және бұйрық райдағы сөздерді ауызша, жазбаша қолдану болатын. Оқушылар, етістіктің бұйрық рай тұлғасы бұйрықтық мағынамен бірге талап, тілек ету, ниет мағыналарында білдіреді. Әдетте бұйрықтық талап ету мағынасы екінші және үшінші жақтарда анық көрінеді де, бірінші жақта ол көбіне ниет ету мәнінде келеді екен. Мысалы, тыңда дала жамбылды. Бұл жерде тыңда етістіктің бұйрық рай тұлғасындағы сөз талап ету мағынада беріліп отыр. Ғылым таппай мақтанба. Бұл жерде мақтанба етістіктің бұйрық рай тұлғасындағы сөз талап ету мағынада беріліп отыр. Мен жазайын сізге хат, оқып көрсін ол шында. Бұл жерде оқып көрсін етістіктің бұйрық рай тұлғасындағы сөз ниет ету мағынада беріліп отыр. Келесі тапсырманы орындау үшін бағалау критерийлері мен дескрипторлармен танысыңдар. Бағалау критерийі етістіктің бұйрық рай қызметін білу,
ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану. Дескрипторлар: берілген сөздерді бұйрық райлы сөйлемге ауызша айналдырып айтыңдар. Берілген сөйлемдерді бұйрық райлы сөйлемге айналдырып жазыңдар. Ал енді балалар, мына берілген сөздерді бұйрық райлы ауызша сөйлемге айналдырыңдар. Пайдалану, меңгерген, күтіп, баптау. Қане, жауаптарыңды сәйкестендірейік. Қазақ тілі сабағында сөздікті пайдалан. Досым, бірнеше тілді меңгер. Үй жануарын күтіп бапта. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді балалар, қаламдарыңды алып, мына сөйлемдерді бұйрық райлы сөйлемге айналдырып жазыңдар. Қазақ халқы малды күтіп баптап, баққан. Қазақ халқы егіншілікпен де айналысқан. Балалар, өз жауаптарыңды менің жауабыммен тексеріңдер. Қазақ халқы малды күтіп баптап, бақ. Қазақ халқы егіншілікпен де айналыс. Жарайсыңдар. Балалар, келесі тапсырманы орындап, бүгінгі өткен тақырыбымызды қорытындылайық. Тақтаға назар аударыңдар. Қазақ халқы қандай кәсіппен айналысқан? Кластерді толтырыңдар. Дұрыс балалар, қазақ халқы мал шаруашылықпен, егіншілікпен айналысқан. Сонымен қатар дақылдарды өсіріп, бау-бақша да еккен екен. Құрметті 8-ші сынып оқушылары, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Біз кәсіп бақыттың шырағы тақырыбымен танысып, тұрақты сөз тіркестер мен күрделі сөздердің мағынасын анықтадық. Етістіктің бұйрық рай қызметін біліп, ауызша, жазбаша жұмыс түрлерін орындадық. Жақсы балалар, ал енді сабағымызға рефлексия жасайық. Рефлексияны қосу алу қызықты әдісі бойынша дәптерлеріне жазыңдар. Қосу таңбасын қойып, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді жазыңдар. Алу таңбасын қойып, бүгінгі сабақта не түсініксіз болды, соны жазыңдар. Қызықты сөзін жазып, бүгінгі сабақта не қызықты болды, соны жазыңдар. Балалар, өз бетімен орындауға арналған тапсырманы жазып алыңдар. Мәтіндегі ақпаратты 4 сөйлем тәсілін пайдаланып, тыңдалған мәтін бойынша өз пікірлеріңді білдіріңдер. Пікірлеріңді өмірмен байланыстырып, қорытынды жасаңдар. Құрметті 8-ші сынып оқушылары, бүгінгі тақырып бойынша ұсынылатын әдебиет. Сабақ аяқталды, сау болыңдар, келесі кездескенше.